Жігіт қызы екеуі осы бөлменің ішінде 50 күн шыдаса, екеуі $5 миллион алады. Сәлем достар, сіздермен Кинотайм каналы. Бүгін біз «Безупречная комната» деген фильмге қысқаша шолу жасайтын боламыз. Жақсылап ыңғайланып отырып, соңына дейін көріңіздер. Еш өкінбейсіздер. Бұл фильмнің басты кейіпкерлері Кэтрин және Майк. Фильмнің басталған сәтінде екеуі әңгімелесіп, 50 күн шыдасақ болды, $5 миллион аламыз. Ол бізге берілген үлкен мүмкіндік. Рахаттанып өзіңді еркін сезініп жүре бер дейді. Бұл бөлмеде тек қана бір үлкен диван, бір адамға арналған душ және бөлменің ережелері болады. Тамақ ішкілері келсе, кнопканы басса болды, бірден әкеліп береді. Ал жарық болса, сағат кешкі 10-да автоматты түрде өшіп қалады. Келесі күні олар ескі киімдерін өткізіп, орнына жаңа киім алып, тағы да бір күндерін